Қыркүйектің кеші, аспанның бетінде ауыр қорғасын бұлттар ілулі тұрған сияқты. Көк пен жердің арасында айырма жоқ. Көз көкжиекке жетпей тұманданып кетеді. Жапырақ сарғайған, бірақ әлі де түсе қоймаған. Ал олардың арасымен баяу ғана сыз еткендей болады. Жер жоқ, бірақ ауа қозғалады. Көліктің ішінде төртеу. Ескі темір машина. Ауыр жолмен келе жатыр. Алдыңғы орындықта Темірлан мен Айгүл, артта Санжар мен Лаура. Жол үсті тастай тыныш, тек мотордың бәсең үні ғана. Олардың бағыттары ауыл шетіндегі тастанды кеңестік аурухана. Бұрынғы психиатриялық мекеме. Қағаз да жоқ, карта да жоқ, бірақ ғимарат әлі тұр. Соған барып бір түн болмақ. Олар сәулет жобасына материал жинап жүрміз дейді, ал шын мәнінде бәрі де ішкі бір тылсымға тартылып келеді. Темірланның көздері алысқа қадалған. Айгүл қолындағы парақты қайта-қайта ашып қарап отыр. Санжар камерасын тексеріп әлек. Лаура терезеден сыртқа қарап үнсіз. Дала бос қалған. Шөптері иіліп жатыр. Ал орман шеті жақындап келеді. Жол қиыршық тастармен жабылған соқпаққа айналып кетеді. Сосын ағаштар арасында дуал көрінеді. Биік ақ кірпіш дуал. Кей тұсы құлап жатыр. Соның ар жағындағы қараңғы силуэт. Ұзын, екі қабатты ескі ғимарат көзге ілінер-ілінбес. Терезелер жоқ секілді. Бәрі қараңғы, сынған. Теміран тежегішті басады. Машина сырқылдап тоқтайды. Мотор үнсіз қалады. Ешкім сөйлемеді. Бәрі сыртқа қарап отыр. Ауа тым-тығыз. Айгүл терең тыныс алып суықты сезеді. Біз келдік дейді Темірлан ақырын. Олардың барлығы сыртқа шығады. Есік жабылғанда дыбыс жаңғырып шығады. Арт жағында әлдене қозғалғандай болады, бірақ ешкім мән бермейді. Аулаға апарар қақпа ашық тұр. Ағаш есік бір жағынан қисайған, темірлері шіріген, алайда шегелері сыртқа қағылған. Іштен біреу соққандай. Лаура бұған көзін тоқтатып қарап қалады, бірақ үндемейді. Айгүл алда келе жатыр. Фонармен айналаны шолып жатыр. Ғимарат жақыннан қарағанда тым биік. Қабырғалары көне сылақпен жабылған. Кей жері қабыршақтанған, төбесі жарылған. Шатырдың бір шеті түсіп кеткен. Терезелердің бәрі сынған. Кейбірі мүлде жоқ. Сықырлаған әйнек сынықтарының арасында баспалдақ басталып жатыр. Темірлан ауыр есікті итеріп кіреді. Сықырлап барып ашылады. Іштен сасық, көне ылғал иісті мүңкіп шығады. Еден бетон, ескі майлы бояумен сырланған. Аяқ астында әлсіз шиқыл естіледі. Әлде тышқан, әлде жел, жарық жоқ. Айгүл фонарды биікке көтеріп, төбеге қарағанда торланған сымдар мен ілініп тұрған темір шамды көреді. Санжар бәрін түсіріп жүр. Лаура арт жақтан келеді. Бір сәтте бәрі үнсіз қалады, тып-тыныш, тіпті өздерінің демі ғана естіледі. Ішке кіргеннен бастап бәрінің бойын белгісіз мазасыздық билеп алған. Бірақ ешқайсысы оны мойындағысы келмейді. Олар дәлізбен жүріп келеді. Қабырғалардағы жазулар түсіп қалған. Қайбір жерлерде сызықпен сызылып қан сияқты қызыл із қалған. Көбінесе балшық немесе тот, бірақ түстері біртүрлі. Ара-тұра қабырғаларда саусақ ізі байқалады. Лаура артына шығып қақпаның өздігінен жабылған көрінеді. Даусы шықпаса да іште бір толқу пайда болды. Темірлан мен Айгүл алдына. Санжар бәрін жазып келе жатыр. Санжар бәрін түсіріп келе жатыр. Олар бірінші қабаттағы үлкен бөлмеге кіреді. Бұл бұрын жиналыс залы болғандай. Еденде орындықтардың қалдықтары, сынған фанера, бос бөтелкелер мен тасталған киімдер. Бәрі шаң басқан, төбеден сымдар салбырап тұр. Бір сәтте ешкім қозғалмай тұрып қалады. Содан соң Айгүл жоғары қарай барайық дейді. Санжар фонармен баспалдақтан жарық түсіреді. Темір баспалдақ сықылдап тұр. Олар көтерілген сайын ауа қалыңдай береді. Екінші қабатта дәліз тіпті қараңғы. Терезелерге қара қағаз жабыстырылған. Жарық өтпейді. Алдыңғы бөлмелердің бірінің есігі сәл ашық тұр. Ішінен әлдебір дыбыс естілгендей болады. Су тамып жатқан сияқты. Немесе әлдекім жүріп өткен сыңайлы. Олар жақындады. Айгүл есікті ашады. Бөлме бос. Бірақ еденде жастық бар. Қасына қойылған темекі қалдығы. Бос банкілер. Мұнда біреу жақында ғана болған. Бірақ енді ешкім жоқ. Теміран қабырғада қарап тұрып қалады. Онда әлдебір келесідей жазу бар. Ол әлі де осында. Қан сияқты, бірақ ескі, саусақпен жазылған. Жазудың астында алақан ізі. Кішкентай емес, тым үлкен. Айгүл артқа шегініп, бір сәлке демін ішіне тартып, Санжар камерасын сөндіреді. Бұл жай ғана вандализм ғой, дейді ол. Бірақ даусы сенімсіз. Темірлан үндемейді. Лаура бұл кезде дәлізге қайта шығып кеткен. Ол оң жақтағы бұрышқа бұрылып кеткен кезде қасындағылар бір сәтке көз жазып қалады. Айгүл артына қарағанда Лаура жоқ. Барлығы жүгіріп шығады. Лаура! Ешкім жауап бермейді.